Сәлем оқырмандарым, бүгін сіздермен әрі жұмсақ, әрі қытырлақ, сочный, мощный чебурекілер дайындайтын боламыз. Видеоны мұқият қарап шығып, сіз де дайындап көріңіз. Бізге ең алдымен жылы су, жұмыртқа, тұз және сары май қажет болады. Бәрін жақсылап араластырып, үстінен ұн қопсытқышын ұнымызға қосып, ситадан өткізіп, қолымыз көмегіменен араластырып, қамыр илеп аламыз. Бұл жолы бұл қамырымызды басқа қамырларға қарағанда көбірек илейміз. Сонда қамырымызды иі қанып, жұмсақ, қолға жабыспайтындай болып шығады. Иленген дайын қамырымызды пакетке немесе пищевой пленкаға жақсылап орап, 20 минутқа тоңазытқышқа қойып қоямыз. Оған дейін ішіне салынатын салмасын дайындаймыз. Мен салмасына асқабақ қостым. Сіздер қалауларыңызға көре картоп, ет, немесе етпен жуа етіп қоссаңыздар да болады. Ол жағы енді өздеріңіздің қалауларыңызға көре. Мен барлық заттарды төрт-төрт етіп турап алдым. Енді табамызды отқа қойып, қыздырып, май құйып, туралған жуамызды салып, қызарғанша қуырып аламыз. Қызарған соң үстіне туралған картопымызды қосып, қызарғанша тураймыз. Үстінен дәміне көре тұз, қара бұрыш салып, жақсылап араластырамыз. Қызарып қуырылғасын асқабақ қосып, 1 минут араластырып, жарты кеседей су құйып, бетін жауып қоямыз. Негізі асқабақты көп қуырмаған дұрыс, әйтпесе тәтті дәмі шығып қалады. Салмамыз байы отта 5 минут дем жеу қажет. Оған дейін біз тоңазытқыштан қамырымызды алып, жая бастаймыз. Дәл осы чебуреки қамырын мен мантыға жайғандай етіп жайып аламын. Сонда чебурекилеріміздің барлығы бір келкі, бір размерде болып шығады. Қамырды жайып жатқанда қамырдың екі шетіне көбірек күш жұмсау қажет. Сонда қамыр бір келкі болып, бірдей жұқалықта жайылады. Қамырымызды енді мантыға кескендей етіп кесеміз, бірақ кішкене үлкендеу кесеміз. Кесілген бөліктерді жайып шығып, ішіне салмасын сала бастаймыз. Салмасы негізі сулы болып пісті, мен суын бөлек алып алдым. Әйтпесе сулы салмамыз қамырымызды құртады. Түйіп жатқанда да немесе қуырып жатқанда да суы майға тиіп кетіп, шашырап, су қажет емес негізі. Суыны бөлек алып алсақ та, чебурекилер сочный болып шығады. Мына жерде уже үлкен қызым ұйқысынан оянып келіп, қасыма келіп, қамырға тиісіп, қамыр жеймін деп екеуміз қырылысып тұрып, түйіп тастадық. Сіздердің де қыздарыңыз қамыр жейма шекелей? Біздің қыз осылай постоянно қамырға тиісіп, қамырдан жұлып алып жеп отырады. Осы жайлы ойларыңызды бөлісіп кетсеңіздер комментарийда. Чебурекилерімізді осылай түйіп алдық. Енді оны қызып тұрған майда бірін-кетін тез-тез қуырып аламыз. Осы чебурекилерімізді қуыру процесінде мұқият болыңыздар. Табамыздың асты тым қатты немесе тым баяу да болмауы қажет. Орташа отта екі бетін 1 минуттан қуырып аламыз. Байқаған болсаңыздар, осы чебурекилерді дайындауға көп те уақыт кеткен жоқ. Оңай, әрі дәмді, әрі бір жасағаннан шығатын өте бір күшті рецепт. Мен неше жылдан бері дайындаймын. Бір рет жасап үйреніп алсаңыздар, қайта-қайта жасап, отбасыңызды қуантып отырасыздар. Рецепт ұнаса лайк басып, каналыма тіркеліп, достарыңызбен бөлісіп кетіңіздер. Каналымда өте көп пайдалы рецепттер, лайфхактар бар. Сіздермен болған қаламқас ас болсын.